Қайырлы күн, сәлем достар. Арнама қош келіпсіздер. Біз бүгін айран мен пирог дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқа, сосын 180 грамм қант керек болады. Оны венчиктің көмегімен осылай айналдырып ерітіп аламыз. Содан соң 200 грамм айранымыздың үстіне ас содасын салып, осылай көпіршітіп реакция берген соң жаңағы жұмыртқамыз бен қантымыздың үстіне қосып осылай араластырамыз. Осылай қант ерігенше араластырып, содан соң алдын ала електен өткізіп алған 300 грамм ұнымызды 2 бөліп саламыз. Осылай іртік қалмау керек. Жақсылап араластырамыз. Мен екінші бөліп салған ұнымды түсіруді ұмытып кетіппін. Содан соң какао қосып, шоколадты пирог дайындадым. 40 грамм какаоны осылай електен өткізіп алдын ала дайындап аламыз. Електен өткізуіміздің себебі іртік болмау керек. Осылай жақсылап араластырып дайындап аламыз. Соңында 20 грамм майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай бір қалыпқа енгенше жақсылап араластырамыз. Содан соң ең алдымен мен 22 диаметрлі қалыпты дайындап алдым. Сіздер қалаған заттарыңызға салып пісіріп алсаңыздар болады. Осылай барлығын салып алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа салып алсаңыздар болады. Міне осылай пісіп шықты менің пирогым. Шоколадный болып. Сіздер өз қалауларыңызша какао қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Міне осылай көтерілді менікі. Сосын мен сахная пудра бетіне сәндік үшін септім. Сіздер өз қалауларыңызша сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.